Бізге қажеті жылы су, жылы сүт, сұйық май, қантымызды, тұзымызды, дрожжымызды салып, жақсылап араластырып, ұнымызды салып, қамыр илейтін боламыз. Каналға жазылуды ұмытпаңыздар, қызықты рецепттер шығып тұрады. Ашыған дайын қамырымызды алып, ұнның көмегімен кішкене бөліктерге бөліп аламыз. Менде бұл 10 бөліктей шықты. Осы кішкене бөліктерімізді алып, домалақтап, зуала қылатын боламыз. Және де ұнның көмегімен, оқтаудың көмегімен жаямыз. Жайып, бір бүктеп, лакомканың формасына келтіретін боламыз. Және осылайда барлығын бір-бірден жайып, лакомканың формасына келтіріп, дайындап қоямыз. Дайын болған лакомкаларымызды, тапамызды майлап, бір-бірлеп салып, жұмыртқаның сарысын жағатын боламыз бетіне. Және бұны духовкада 180 градуста 20-25 минуттай пісіреміз. Ал крем үшін кез келген май жарай береді. Маргарин, сливочный болсын, соған қантымызды салып, миксердің көмегімен көпіртеміз. Көпірген майымызға сгущенка қосамыз, және миксердің көмегімен көпіртіп аламыз. Дайын, креміміз осымен дайын. Лакомканың бір бөлігін алып, блендердің көмегімен үгітіп аламыз. Сол үгітуді кейін сәндеуге пайдаланамыз. Дайын болған, суған лакомкаларымызды алып, пышақпен ортасын бөліп, кремімізді жағып, үгітілген ұнтағымызға аунатып аламыз. Лакомкамыз дайын. Ас болсын, жасап көріңіздер.